жаңа заманда егемендік болған күн. Бұл мейрам әдетте 16 желтоқсан күні атап өтіледі және бұны мен Асқар Ахметовқа жолдаймын. Тәуелсіздік әлемдегі ең керемет нәрсе. Қазақстан тәуелсіздігіне 30 жыл болды. Және осы 30 жыл ішінде Қазақстан дербес мемлекет екенін дәлелдеді. Және мен осыны Жексенбек Айылымға жолдаймын. Қазақстан тәуелсіздігін ең бірінші ресми түрде ақш мемлекеті қабылдады. Одан соң айдақырдай айбарлы Қытай мемлекеті болды. Ең бірінші мұсылмандар мемлекетінің қатарында Иран мемлекеті қолдады. Мен бұны Айтқожа Аяжанға жолдаймын. жылы 16 сәуірде әлемдік картада жаңа Қазақ Республикасы пайда болды. Тәуелсіздік бұрынғы заманнан бастап біздің ата-бабамыздың арманы және көз жасы. Және де мен бұны қажымайын ұмытқан передавать етемін. жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңестері Қазақстанның егемендігі мен тәуелсіздігі туралы заңды қабылдады. Мен бұны Мұратбекова Аружанға жолдаймын.